1920-1930 жылдардағы саяси репрессиялар. Кеңес қоғамында 1930 жылдары социалистік қатынастар орнап, сталиндік казармалық жүйе қалыптасты, яғни өндірістік құрал-жабдықтарына қоғамдық меншік орнады. Қазақстанды да мемлекеттік билік бір партияның қолына жинақталып, бюрократиялық орталықтандыру тоталитарлық саяси жүйе орнады. Жеке басқа табынушылық, жалған ақпарат берушілік, жағымпаздық орнықты. Республиканың экономикасын алдымен одақ мүддесіне сай құрды. Өнеркәсіптік құру және ауыл шаруашылығындағы ұжымшар мен кеңшар халық шаруашылығы жоспарының есебі бойынша жүргізілді. Білім беру жүйесі, ғылым мен мәдениет мекемелері мемлекет пен партия тарапы қатарынан бақылауға алынды. Осылайша, тоталитарлық жүйе халықтың экономикалық және саяси өмірін осында ұстады. Елде социализм ілгерілеген сайын тап күресі шиеленісе түседі деген сталиндік теория үстемдік етті. Сталиннің теориясы жазалау органдарының қызметін кеңейтіп, мемлекеттік билік орган ретіндегі кеңестік қызметінің шектелуіне әкелді. Қазақстандағы қоғамдық құрылыстың тоталитарлық моделін бекіте түсу 20-30 жылдары үзіліссіз жүргізілген саяси қуғын-сүргін шараларына ұласты. Еңбекпен түзету лагерлері мен колониялары сол кездегі мемлекеттік жүйенің бір бөлігіне айналды. 1930 жылы, мамыр айында, КСРО халық кеңесінің комиссариаты Қазақстанда еңбекпен түзету лагерін құру туралы қаулы қабылдады. Лагерлердің басты міндеті кен орындарын игеруге, зауыттар мен фабрикалар салуға, бас бостандығынан айырылған адамдардың еңбегін пайдалану болды. ГУЛАГ лагерлер бас басқармасы қарамағында 53 лагер болды. Бұл жерде халықтың орасан зор бөлігі жасалмаған қылмыстары үшін ойдан шығарылған, жалған жалалар бойынша мерзімдерін өтеді. Қарлаг ерекше режимді, ГУЛАГтың аса ірі, Қарағанды еңбекпен түзеу лагері. Қарағандыдан 45 километр жердегі Долинка селосында орналасқан. ГУЛАГ жобасы бойынша Қарлаг 32 000 тұтқынға арналған. Бұнда 75 000-ға жуық адам отырды. Қарлагқа жалпы 1 миллионға жуық адам түскен. Қарлагты ұйымдастырудың басты мақсаттарының бірі орталық Қазақстандағы дамып келе жатқан көмір металлургиялық өнеркәсіп үшін ірі азық-түлік және өндірістік база жасау болды. Қарлагта бүкіл дүние жүзіне белгілі ғалымдар, әскери басшылар, мәдениет, саясат қайраткерлері, діни атағы бар адамдар қамауда болды. Ал жер 1937 жылы Ішкі істер халық комиссариатының арнайы бұйрығымен салынған Ақмола халық жаулары әйелдерінің лагері. Лагер Астана қаласының Малиновка елді мекенінде орналасты. Қарағанды, Ақмола өңірінде бірнеше бөлімшелері болды. Лагерде халық жау деп сотталған партия, кеңес органдарындағы басшы қызметкерлердің, әскери қайраткерлердің, көрнекті ғалымдар мен жазушылардың әйелдері, туған-туыстары азап шекті. Қамаудағылар ауыл шаруашылық егістіктеріндегі істерді атқарды. Тоқыма, тігін фабрикаларында жұмыс істеді. 1938 жылдан 1953 жылға дейінгі аралықта 20 000-ға жуық тұтқын ұсталды. Нақты саны осы күнге дейін толық анықталған жоқ. Степлаг Қарағанды облысындағы Жезқазған қаласында орналасқан ГУЛАГ жүйесіндегі тұтқындарға арналған лагер. Степлагтың басты міндеті Жезқазған мыс комбинатын тез арада салып бітіру. Тұтқындар көмір шахталарында жұмыс істеді. Марганец кен орындарын игерумен айналысты. 1956 жылы Степлаг жойылғанымен, оның тұтқындары арнайы қоныстарда қалдырылып, үнемі милицияға белгіленіп тұруға тиіс болды. 1930 жылы 4 сәуір күні біріккен мемлекеттік саяси басқарма алқасының үкімімен Ахмет Байтұрсынов бастаған 40-қа жуық адам әртүрлі мерзімдерге қамалуға, жер аударылуға кесілген болатын. Жазалау толқыны қазақ халқының зиялы тобы Әлімхан Ермеков, Халел Досмұхамбетов, Әлихан Бөкейханов және Алаш партиясының басқа да көрнекті қайраткерлерінен басталды. Алаш қозғалысына қатысқандарды кеңес үкіметінің жаппай тұтқынға алу 1928 жылдан басталған еді. Алаш ісімен 1930 және 1932 жылдары сотталғандардан Міржақып Дулатов, Жүсіпбек Аймауытов және басқа зиялылар елге қайтып оралмады. Ал қайтып оралғандары 1937-38 жылдардағы үлкен террор кезінде халық жауы деген жалған айыппен түгелге дерлік атылды. Халық жауларының негізгі көпшілігінің тағдыры үштік атанғандар кеңестерінде құпия жағдайда шешіліп жатты. Үштіктер 3 адамнан құралған комиссия. Қуғын-сүргін саясаты 1937-38 жылдары өзінің шырқау шегіне жетті.
Зерттеулер бойынша 1931 жылдан бастап 1954 жылдың 1 ақпанына дейінгі кезеңде КСРОда 3 миллионнан астам адамды соттап, оның 643 мыңына ату үкімі орындалған. 2 миллионнан астамы 25 жылға дейінгі мерзімге түрмелерге қамап, миллиондаған адамдарды лагерлерге айдаған. Жазықсыз жазаланғандардың қатарында Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынұлы, Мұхамеджан Тынышбаев, Міржақып Дулатұлы, Тұрар Рысқұлов, Мағжан Жұмабаев, Сәкен Сейфуллин, Ілияс Жансүгіров, Бейімбет Майлин, Санжар Асфендияров сияқты мемлекет және қоғам қайраткерлері, ұлт зиялылары болды. Қуғын-сүргінге ұшырағандардың әйелдері мен балаларының жағдайы өте қиын болды. Қуғын-сүргінге ұшыраған отбасы мүшелері амалсыздан тектерін өзгертті. Әйелдері мен балалары көпшіліктің көзінше өз күйеулері мен әкелерінен бас тартты. Халық жауларының әйелдері басқа республикаларға көшіп кетуге мәжбүр болды. Қуғын-сүргінге ұшырағандар балаларының кейбірі жетімдер үйіне өткізілді. Техникум мен жоғарғы оқу орындарда оқу қиынға түсті. Оларды оқуға қабылдамады. Қабылдаса да бірден оқудан шығарды. Халық жауының балалары комсомол мен партия қатарына қабылданбады. Қуғын-сүргінге ұшыраған отбасы мүшесі деген желеумен екінші дүниежүзілік соғыс жылдары майдангерлерге Кеңес одағының батыры атағы мен медальдары және ордендері, басқа да шендер берілмеді. 20 ғасырдың 50 жылдарынан бастап қуғын-сүргін құрбандарын ақтау үдерісі енгізілді. Ал 80 жылдардың соңына қарай Алаш қозғалысының көрнекті қайраткерлерін ақтау науқаны басталды. 1993 жылы сәуірде Қазақстан Республикасының саяси жаппай қуғын-сүргін құрбандарын ақтау туралы заңы шықты. 1997 жылы арнайы жарлықпен 31 мамыр Қазақстанда саяси қуғын-сүргін және ашаршылық құрбандарын еске алу күні деп бекітілген.